Assalamualaikum. Менің достарым. Мен сіздерге көнеден қалған менің үйімдегі жәдігерімді көрсетейін деп отырмын. Мынадай кітаптар бар міне менің үйімде. Мынау енді бертінде басылған болу керек, бірақ шыққан жылы белгісіз. Жерде бір арапша сандар бар, бірақ біле алмадым. 1400 деген жазу бар екен мында. Танысам. Бұл не екенін білмедім. Осындай кітап. Міне. Бұл көнеден қалған кітаптар. Арапша жазылған. Мына қолдан жасаған мұқаба болу керек. Екінші мына жерде мен. Және де бір енді бұл 1984 жылғы екен міне. 1882 жылы басылып шыққан кітап екен. Бұны алудың өзі, ұстаудың өзі енді іріп тұр енді. Бұл қаншама не көрмеді бұл жарықтық. Не көрмеді бұл жарықтық. Бұл талай соғыс замандарында тығып жасырып алып жүрді. Қытайдың теперішілік уақытында әкелеріміз бұны тастың арасына көмді, таудың үстінен су өтіп кеткен кітаптар бұл кезінде. Сондай бір құрым кигізбен орап, тастың үңгірлеріне тығып аман есен алып қойған. Әке шешеміздің сөйтіп аман есен алып қойған кітаптары. Мен соны алып келдім. Деп. Мынау атамыздың қолжазбасы, ұлы атамыздың қолжазбасынан нағыз осы кітаптың иесінен қалған осы ғана. Енді біздің әкелеріміз насташ. Қазір мұнаның жылын көрсетейін деймін. Мына жарықтық ұстауға да ыңғайсыз болып ашылмайтын болып қалған. Мына жерін көрсетейін міне. 1880 жылы басылған кітап екен. Мен жерде Ясин сүресі бар. Ясин вал Құр'анил хаким. Иннека ламинал мурсалин деп міне. Ясин сүресі. Ял бұл ма? Бұдан кейін және де мына қолжазбалар міне. Қолжазбалар. Бұны сол кімде қандай кітап бар, жарықтықтар көшіріп жазып, мынау дегенің мынау. Суға кетіп қалған кітап екен мен жақын. Мынау деген. Кітап емес, бұл негізі дәптер, қолжазба. Қолмен жазған, аталарымыз осыны жазып үйренген ғой. Көрдіңіздер ме? Үстіп том қылып әдеттегі адамның өстіп жазып тастайтын болған ғой. Кімде не бар, соны бәрін көшіретін болған. Мына жағында тетрадтар тұр міне. Толтырып тетрадтардың бәрін жазған. Енді досы мына кітапты көрсеңізші. Не болған мына кітапқа? Іріп кеткен ғой, ұстауға келмейді. Мына жерде тағы да бір кітаптар бар міне. Бұл енді қай жылғы кітап екені белгісіз, шыққан жылы белгісіз. Ештеңе жазылмаған. Жылыту мұқабаларынан ештеңе таппадық. Мұқабаның өзі табылмай қалған ғой бұл кітаптың. Мұқабаның өзі жоқ. Мына жағы өйтіп ашып көрейік. Бір қолмен ыңғайсыз болып тұр. Камераны ұстау керек. Жерде мұқабасы мынандай екен. Бұл қай жыл басылған, қайда басылған белгісіз. Енді сырты мұрасап қолдан жасапты. Шүбірек кәдімгі. Ішіне картон қағаз ба, қатты бірдеңе сап міне жасаған мұқабасын. Ал енді осылай достар. Көріп көзайын болыңыздар деп түсіріп отырмын.